Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 5-ші сыныптың тікбұрышты параллелепипед, яғни текше және оның жазбасы тақырыбын өтетін боламыз. Жалпы осы сабақта біз қандай оқу мақсаттарына қол жеткіземіз? Біз тікбұрышты параллелепипед туралы, яғни текше туралы, оның жазбасы туралы түсінік қалыптастырамыз. Жазық фигуралардың және кеңістіктегі геометриялық фигуралардың жазбаларын салу, текше және тікбұрышты параллелепипедті ажырататын боламыз. Енді балалар, бізде өмірде тікбұрышты параллелепипедтер өте көп кездеседі. Сіріңке қорапшасы, кірпіш, шкаф және тағы сол сияқты тікбұрышты параллелепипедтерді біз күнделікті өмірде көріп жүрміз. Тікбұрышты параллелепипедтің беті 6 тікбұрыштан тұрады. Олардың тікбұрышты параллелепипедтің жақтары деп атаймыз. Ал жақтарының қабырғаларын біз қырлары деп, қырларының ұштарын төбелері деп атайтын боламыз. Тікбұрышты параллелепипедтің қарама-қарсы жақтары тең. Тікбұрышты параллелепипедтің 12 қыры, 8 төбесі және 6 жағы бар. Тікбұрышты параллелепипедтің бір төбесіндегі 3 қыры оның ұзындығын, енін, биіктігін білдіреді. Бұл бізде 9-да 2-ші суретте көрініп тұр. Ұзындық, ені, биіктік болып. Тікбұрышты параллелепипедтің ұзындығы, ені және биіктігі оның өлшемдері деп аталады. Енді қараңыздар, тікбұрышты параллелепипедтің қандай да бір қырынан бастап тұтас жазық фигура болатындай етіп қиса, оның жазбасы шығады. Жазбасы деп отырғанымыз осы бір қандай да бір қырынан бастап қырқатын болсақ, онда бізде мына столдың үстіне қоятындай жазық бір жазбасы шығады екен. 9-да 3-ші суретте тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы кескінделген. Енді тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы оның жақтары болатын тік төртбұрыштың белгілі бір реттілікпен орналасуынан құралған жазық фигура. Егер де барлық параллелепипедтің қырлары бірдей болатын болса, біз оны куб деп атаймыз. Бұл бізде 9-да 4-ші суретте кескінделіп тұр. Егер кубты біз қырқатын болсақ, бір қыр арқылы, онда бізде барлық қабырғасы бірдей фигура шығады. Куб барлық өлшемдері өзара тең тікбұрышты параллелепипед деген. Кубтың әрбір жағы квадрат болады. Кубтың беті өзара тең 6 квадраттан құралады. Егер кубты біз қандай да бір қыры бойымен қисақ, онда бізде жазық фигура кубтың жазбасы шығады. Кубтың жазбасы оның жақтары болатын квадраттардың белгілі бір реттілікпен орналасуынан құралған фигура. Кубты 11 түрлі жазбасы арқылы қиятын болсақ, 11 түрлі жазба шығады екен. Енді сіздерге ажырату үшін семантикалық карта ретінде көрсетіп отырмын. Тікбұрышты параллелепипед пен текшенің айырмашылығы. Бұл екеуінің де 6 жағы болады. 12 қыры болады, 8 төбесі болады. Енді беті қандай фигура болады? Тікбұрышты параллелепипед ол тікбұрыш болады, тік төртбұрыш. Ал беті, текшенің беті шаршы болады екен. Бетінің ауданын біз S тең А көбейтілген В болады. Ал көлемі осы АВ-сы, яғни ұзындығы, ені, биіктігінің көбейтіндісіне тең болады. Ал текшенің ауданы S тең А квадрат, көлемі В тең А куб. Енді келесі кестені толтырып көрейік. Бізге ұзындығы, ені, биіктігі берілген. Осы бойынша біз кестені толтыруымыз керек. Мына жерде берілгенде қате кетіпті. Дәрежесі куб. Яғни ұзындығы 12 сантиметр, биіктігі 5 сантиметр және көлемі 480 сантиметр болып беріліп тұр. Осы жерде біз енді табуымыз керек енін, яғни біз енін В деп белгілейміз. Шешуі, В-ны табу үшін не істейміз?
Жалпы бізде көлемнің формуласы А көбейтілген В көбейтілген H еді. Енді В бізде белгісіз болғандықтан, яғни ені, біз оны көлемді бөлеміз ұзындық пен биіктіктің көбейтіндісіне. Яғни 480 бөлінген 12 көбейтілген 5 тең. 12 мен 480-ді қысқартсақ болады, 48 бен 12 қысқарады. 1 40, яғни 40-ты 5-ке бөлсек, онда бізде 8 шығады екен. 8 сантиметр екен. Енді қараңыздар, балалар. Мына жерде де көп қой. Мына жерде ұзындық миллиметрмен беріліп тұр, ені сантиметрмен беріліп тұр, биіктігі метрмен беріліп тұр. Бізге барлығын сантиметрге немесе метрге бірдей өлшем бірлікке келтіріп алғанымыз өте ыңғайлы. Есеп шығару барысында біздің өлшем бірліктеріміз бірдей болу керек. Мысалға, 68 миллиметрді сантиметрге айналдырамыз. 6,8, 4,5 сантиметр өзгенше қалсын. 0,3 метрді сантиметрге айналдырамыз. Яғни, барлығын солай бірдей сантиметрге айналдырып барып, көлемін тапқанымыз дұрыс. Міне, осы берілген формуланы қолданып, біз бүкіл есепті шығарып шығасыздар сіздер. Енді қараңыздар, егер көлем берілген болса, онда біз осы формулаларды пайдаланамыз. Егер осы жерден бізге А белгісі болып қалса, яғни мына жерде бізде ұзындық белгісіз. Аны қалай табамыз? Аны табу үшін біз көлемді бөлеміз В мен H-тың көбейтіндісіне. Міне осы формулаларды жазып алыңыздар. Және осы тапсырманы соңына дейін орындаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар, балалар.